Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Бұл оқиға сізге детективті киноларды есіңізге түсіріп жібереді. Себебі біздің белгісіз кейіпкеріміз жайлы ұсынылған мына бір бейне баяннан басқа ешқандай мәлімет жоқ. Бұл оқиға бірнеше жыл алдын болған болса да, әлі күнге дейін көптеген адамдарды таңғалдыруда. Біздің кейіпкеріміз полицейскийлер ұстаған, тұрақта тұрып қалған көліктердің аукционнан көлік сатып алады. Кейіннен көліктің терезе көтергіші сынып қалып, өзі жөндеуге тырысады. Көліктің есігінің ішкі пластик қабатын ашқан кезде үнсіз бір орында қатып қалады. Не істесем болады дегенде сан түрлі ойлар келеді. Себебі көліктің ішкі бөлігінен қара сумка шығады. Алғашында ішінде бомба, қару не бар екен деп ойланады. Сосын сабырға келіп, сумканы алып кіреді. Ашып қараса, скотчпен жақсылап оралған 7 орама шығады. Бірінші ораманы ашып қарайды, ішінен $10 шығады. Екіншісінен есе $20 шығады. Осы орайда айта кеткен жөн. Бұл ақшалар ең көп қолданатын болғандықтан, оларға арнайы белгілер қойылмайды. Бұл банк тонаушыларға жақсы санас. Орамадан қанша ақша шыққанын автор айтпаса да, көптеген адамдар ішінде кемінде бірнеше мың данадан бар деп жатты. Бұл ақша бандиттердікі ме екен, немесе пара алған полиция қызметкерінікі ме екен? Қазіргі кезде оны тұжырымдаудан басқа еш амалымыз жоқ. Менімше бұл жасырын орын, біреудің жасырын ақша жинап жүрген жері болса керек. Егерде айта берсек мысал көп. Алайда, бұл оқиға Голливуд киносына жақсы идея болатын секілді. Достар, егерде сіздер осы ақшаны тауып алсаңыздар не істер едіңіздер? Өз ойларыңызды айтып кетіңіздер.